Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін осындай үй жағдайында пряник жасайтын боламын. Ең алдымен бізге керекті 250 грамм ұнға мен бір қасық тұз салдым. Екеуін жақсылап араластырып аламын. Содан кейін барып мен дүкеннің 3,2% сүтін қатты ысыдай емес, салқындай емес етіп алдым. Граммдарын описание бөліміне жазып кететін боламын. Осылай құйып алдым ұнымыздың үстіне. Содан кейін барып біз бөлме температурасындағы сары майды салатын боламыз. Менде 70% май. Граммдарын астына жазып кетемін міндетті түрде. Содан кейін барып мен қантымды салатын боламын. Енді кезекте мен осыны жақсылап араластырып аламын. Содан кейін барып бізде 4 жұмыртқа болады. Сол 4 жұмыртқаның 2 сары уызын бөлек аламын. 2 ақ уызын бөлек ыдысқа алып, содан кейін барып тағы да 2 жұмыртқаны манағы сары уызымыздың үстіне салатын боламыз. Салып барлығын осы сұйық массамыздың үстіне құятын боламыз. Менде бірінші сортты жұмыртқа. Міндетті түрде бірінші сортын алыңыз, сонда сіздің пряникіңіз өте керемет болып шығады. Сіздер осы дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сіздің пряниктер өте керемет болып шығады. Және де қыздар, менің каналымда өте оңай, тез дайындалатын рецептілер бар. Менің каналыма өтіп, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай біздің сұйық массамыздың үстіне құйдым. Видеодағыдай жасаңыздар. Енді біз сұйықтығымызды біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып бізде тағы да бөлек менде 1 килограмм ұн. Осы 1 килограмм ұнға осы сұйықтықты құйып, біздің ұнымыз електен өткізілген. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Содан кейін барып 30 грамм разырғытылды ұнымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып, содан кейін барып сұйықтығымызды құйып, жұмсақ тесті илейтін боламыз. Осы сұйықтығымызды осы ұнымызға барлығын құйып жіберетін боламыз. Сонда біздің тестіміз өте қатты да емес, жұмсақ та емес болады. Мен осылай илеп жатырмын қамырымды. Осы қамырды мен болғаннан кейін 15-20 минутқа қойып қоямын. Міне біздің тестіміз дайын болып қалды. Осыны 2 бөлікке бөліп, бетін пакетке жауып, 20 минутқа қойып қоятын боламын міндетті түрде. Біздің тестіміз 20 минут тұрды. Енді біз тағы да 2 бөлікке бөлемін. Сонда 4 бөлік болады. Дөңгелектеп тағы да бетін жауып қоясыздар. Бір бөлігін дайындай бересіздер. Осылай оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Сосын мен пешімді алдын ала қыздырып қойдым. 200 градуста 15 минутқа пісіріп аласыздар. Қалыңдығы осылай болды. Енді мен осындай бокалдың көмегімен дөңгелектеп формаға келтіретін боламын. Сіз өзіңіздің қалаған формаңызға келтірсеңіздер болады. Мен осындай үлкенде емес, кішкентай да емес, орташа болды. Осыны формаға орналастырамыз. Біз қызып тұрған пешке енді осыны 15 минутта пісіріп аламыз. Енді кезекте біз бетіне жағатын ағын дайындап аламыз. Менде манағы алып қойған 2 жұмыртқаның ағы жақсылап миксерлеп, содан кейін барып сахарный пудрамызды салатын боламыз. Менде сахарный пудра 100 грамм, 200 грамм салсаңыздар болады. Менде сахарный пудра азғантай болғандықтан 100 грамм салдым. Содан кейін барып
лимонный кислота. Бір кішкентай қасықпен саласыздар. Үшеуін жақсылап араластырып, аппақ фена болғанша араластырып аласыздар. Біздің 15 минутта пісіп шыққан пряниктеріміз дайын болып қалды. Енді кезекте біз ақ жұмыртқамыздың ағына осылай болып шығады, фена сияқты. Енді осының барлығын бетіне жағып шықтым. Енді осыны мен 15-20 минутқа кептіріп аламын. Біздің пряниктер дайын болып қалды. Өте әдемі, жұмсақ. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, бір жасағаннан ақ шығады. Ал менің видеома өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, және тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Сау болыңыздар, сіздермен болған Гүлжайнар. Сау болыңыздар.